Қапал кәсіптік техникалық колледжі, мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, трактор құрылғысы пәні, 1-ші курс, 22-ші топ, ауыл шаруашылық техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу, арнайы пән оқытушысы Баянова Сандуғаш Есенгелдіқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы газ тарату бөлшектерінің негізгі ақаулары және реттеу. Сабағымыздың мақсаты білімгерлерге қозғалтқыштардың газ тарату механизмде кездесетін ақаулары жайында түсінік беру. Білімгерлердің ойлау талғанымен дамыта отырып, тақырыпқа сай ой өрісін көтеру. Бағалау критериялары: газ тарату механизмінің қызметін біледі, клапандарының жұмыстарының ажырата алады. Және құрметті студенттер, өткен тақырыпқа шолу жасайық. Мен сіздерге сұрақтар дайындадым. Енді өткен тақырыпты есімізге түсіріп, естеріңізде не қалғанын тексерейік. Берілген сұрақтарға 2 минут беремін. 2 минуттың ішінде сіздер кері байланысқа шығып, жауап берулеріңізді сұраймын. Кім көп біледі, сол ұтат әдісі, яғни сұрақ-жауап. Бірінші сұрағым: жану камерасы неше бөліктен тұрады? Екінші сұрақ: газ бөлу механизмінің детальдары қандай? Үшінші: ендірме қақпақтан қалай жанасады? Төртінші: декомпрессордың қызметі қандай? Және бесінші сұрақ: декомпрессордың құрылысы қандай? Құрметті студенттер, сіздерді 2 минуттың ішінде кері байланысқа шығуларыңызды сұраймын. Жалпы мәлімет, арғай сабағымызды жалғастырамыз. Жалпы мәліметтер: газ тарататын механизм жұмысына сәйкес клапандарының жұмысын басқара отырып, піспектің мезгілді уақытта цилиндрге таза ауа, дизельді немесе жанғыш қоспасымен карбюраторды қамтамасыз ету және айналымнан шыққан газды атмосфераға шығару қызметін атқарады. Клапандар енгізу және шығару тесіктерін ашып жауып тұрады. Газ тарататын механизмнің 2 түрі бар: жоғарғы және төменде орналасқан клапандар. Клапандары төмен орнатылған газ тарату механизмде клапан цилиндрінің бүйірінде жасалғанда ұяда тұрады, ал клапандары жоғарыда орналасқан газ тарату механизмде цилиндр басындағы ұяда тұрады. Осындай клапандардың орналасу түріне байланысты олардың жетегі де әртүрлі болады. Бүйіріне орналасқан тістегерші бар жұдырықшадан, итергіштен және реттегіш бұрандадан құралады. Клапандары жоғары орналасқан газ тарату механизмінің осыларға қосымша қарнақ және күйінті қолданылады. Күйінте ось арқылы кронштейнға бекітіледі. Міне жаңа мен сіздерге айттым, газ тарату механизмінің сұлбасы. Яғни клапандар 2 бөлімге тұрады дедім, төмен орнатылған және жоғары орнатылған. Міне мен сіздерге көрсетіп отырмын. Осы схеманы қараңыздар. Және міне жетек тегіршектен тұрады, енді біліктен тұрады, реттегіш бұрандадан тұрады, клапан ұясы, серіппе, тарелка, итергіш, жұдырықшадан және күйінте, ось, кронштейн, қарнақтан. Газ тарату механизмінің сұлбасы осындай. Клапандары жоғары орнатылған газ тарату механизмде қысу дәрежесін үлкейтуге мүмкіндік береді және цилиндрдің жанғыш қоспамен толтыруын жақсартады. Цилиндрді толтыруын жақсарту үшін, енгізу үшін клапан бастигінің диаметрін шығару клапан бастигінен диаметрінен үлкен. Клапанның ашылу сәтінен олардың жабылу сәтіне дейінгі енді біліктің бұрылуын градуста көрсетілген кезеңде газ таратудың фазасы деп атайды. Яғни, газ тарату фазасы кесте немесе айналма диаграмма түрінде бейнелейді. Қазіргі автомобиль газ тарату диаграммасының фазасы келтірілген. Енгізу клапанның ертерек ашылу және кешіктіріп жабылуын жүзеге асырудың нәтижесіне енгізу ырғағын 180 градустан 270 градусқа дейін ұзартуға мүмкіндік туады. Шығару клапанның ашылу ұзақтығы енді біліктің бұралуы бұрышы бойынша 237 градустан 270-ке дейін болады. Жаңа мен сіздерге айттым, газ таратудың диаграммасы міне. Енді құрметті оқушылар, сабағымызда ары қарай жалғастырамыз.
Клапанның ашылу және жабылу сәтін үлестіргіш білік жұдырықшасының профилі және клапандар мен күйінтелердің арасында саңылау бойынша анықтайды. Автомобиль қозғалтқыштардың көбіне газ тарату механизмінің фазасын тұрақты ұстап тұрады. Ең тиімді газ тарату диаграммасын әрбір қозғалтқышқа тәжірибе түрінде анықтайды. Кейінгі кездерде газ тарату механизмін ашу және жабу бұрыштарын электронды жүйемен реттеу қолданылып жүр. Клапанның ұясын нық орналасуын қамтамасыз ету үшін клапан мен күйінтенің немесе клапан мен itергіштің аралығында саңылау қалдырылады. Бұл саңылау газ тарату механизмінің жылулық саңылауы деп аталады. Ол енгізу клапандарында 0,15-0,3 мм, шығару клапандары 0,125-0,1 мм болады. Саңылау арнайы бұрандамен реттеліп отырады. Бұрандалардың көмегімен цилиндр ішінде қысу үрдісі жүрген кезде піспекті қойып тұрып, соратын және шығаратын клапандардағы жылулық саңылаулары тексеріледі немесе реттейді. Сонда әрбір клапан цилиндр жеке-жеке реттеліп болғандықтан қозғалтқыштың жұмыс ретін білу қажет. Клапан саңылауын реттеуімен қоса декомпрессионды механизм де реттейді. Дизельді қозғалтқышты механизмден реттеген немесе іскен қосқанда енді білікті бұрау үшін едәуір күш керек. Цилиндрдегі сығымдылған ауа кедергісі жою үшін. Осы кедергіні азайту үшін қосалқы декомпрессиондық механизмді қолданылады. Оның арқасында қолмен енгізу клапандарын ашады. Сонда қысу ырғағында ауа атмосфераға шығады. Декомпрессионды механизм деп дизель цилиндрінде қысымды уақытша азайтып қондырғыны айтады. Күйінтеге әсер ететін декомпрессиондық механизм күйінте үстінде орнатылған бір-бірімен жалғасқан екі білекшелерден және бекіткіштен бар тұтқадан тұрады. Әрбір клапанның қарсы алдында білекшелерде бұрамалары бар. Декомпрессиондардың механизм өшірілгенде бұрамалардың бастиктері бүйір жаққа қарайды және газ тарату механизмнің жұмысын бөгет жасамайды. Тұтқамен декомпрессионды іске қосқанда білекшелер бұралады да бұрамамен бастигімен күйінте басылып клапан ашылады. Міне сіздерге декомпрессионның механизмнің схемасы, яғни бірінші клапан тұр, екінші күйінте, жалғамалы білекшелер және бұрама. Құрметті оқушылар, яғни бүгін біз сабағымыздың жаңа сабақты бекітейік. Жаңа сабақта мен сіздерге сұрақ дайындадым. Яғни соратын және шығаратын клапанда құрылысы жағынан қандай? Екінші сұрағым, газ таратудың фазасы дегеніміз не? Әр клапанның қарсы алдында не бар? Үшінші сұрақ. Осы сабақты бекітіп, кері байланысқа шығыңыздар. Құрметті студенттер, келесі жолы үй жұмысын тапсырманы алыңыздар. Үй тапсырмасы. Газ тарату бөлшектерінің негізгі ақаулар және реттеу туралы мәліметтер жинау және конспект даярлау. Газ тарату механизм клапандарына төмен және жоғарғы орнатылған суреттерді дәптерге сызамыз. Құрметті студенттер, осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Мен сіздерді кері байланыста күтемін. Сау болыңыздар.